бөкейхан мұражайы. Мұражай ең алғаш 2019 жылы 18 наурызда ашылған болатын. Мұражайдың ашылуына мектеп ұжымы және де мектеп оқушыларының үлесі көп. Және де мұражайдың ғылыми кеңесшісі Сұлтанхан Аққұлы. Алдарыңыздағы бюст мұражай үшін арнайы жасалған, және де оны жасаған мүсінші Азат Баялин ағамыз. Және де көріп отырғандарыңыздай, мұражайымыздың бірінші бөлімі ұлтын сүйген ұлы жүрек. Бұл кезеңде Әлихан Бөкейханның жастық шағы және де осы балалық шағы бейнеленген болатын. Және келесі көріп отырғандарыңыздай, Әлихан Бөкейханның арнайы портреті. Бұл портретті бізге Алмас Сырғабай ағамыз арнайы сыйға тартқан болатын. Және де екінші бөлім ол омбы кезеңі. Омбы кезеңі 1895 жылдан 1908 жылы аралықты қамтиды. Бұл кезеңде Әлихан Бөкейханның омбы кезеңде жасалған жұмыстары бейнеленген болатын. Және де үшінші кезең Самар кезеңі. Самар кезеңі 1909 жылдан 1917 жылы аралықты қамтиды. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай Әлихан Бөкейханның ұлы тұлғалармен арнайы мәселелерді шешу барысы бейнеленген болатын. Және де бізде төртінші кезең ол Алаш кезеңі. Алаш кезеңі 1917 жыл мен 1922 жыл аралықты қамтиды. Бұл кезеңде Әлихан Бөкейханның Алаш қозғалысын жасау барысы бейнеленген. Және де біздің бесінші кезең Мәскеу кезеңі. Мәскеу кезеңі осы Әлихан Бөкейханның үй қамағында отырып және де басқа да саяси істерге өзінің үлесін қосуымен бейнеленген. Алдарыңызда 6-шы бөлім Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Бұл бөлімде біздің мектеп ұжымының 2016 жылдан бері жасалған еңбектері, суреттері бейнеленген. Алдарыңызда Алаш жазуымен арнайы 42 яшық орналастырылған. Әрбір яшықта QR-код арқылы Алаш қайраткерлерінің аудио жазбалары енгізілген. Және де бұл жерде тек қана Алаш қайраткерлерінің ғана емес, олардың көзін көрген адамдардың және ғалымдардың осы қазақ радиосының алтын қорынан алынған жазбалары енгізілген.